Достар, сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі кезекті видеомызда қонақта Бексұлтан Бөлем Қазақстаннан келді. Келгеніне бір апта болды Дидимге. Келгендегі әсері, жолда қандай қиындықтар кездесті. Жалпы түрік тілін бастаған болатын, сол туралы біраз кішкене өте қысқа сұхбат алғым келді. Қабыл алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік ендеше. Бексұлтан, қош келдің. Қош көрдік. Дидимге. Өзің таныстырып өтсең. Менің аты жөнім Есенгелді Бексұлтан болады. Өзім Алматы қаласында тұратынмын. Қазіргі таңда осы Түркия елінің Дидим деген қаласына келдім. Қандай мақсатта келдің? Өзімнің еліме товар саудамен айналысуға келдім. Түсінікті. Түркияға келгенің туралы айтып берші. Жалғыз келдің ғой? Жалғыз келдім. Иә, сол Түркияға келу жолдарында айтып берші. Қандай қиындықтар кездесті? Негізі келерінде біраз қызық болды. Өзім самолетқа отырып көрмегем, шетелге шығып көрмегем, осы алғаш шығу. Бірінші рет отырып тұрсың самолетқа? Бірінші рет отырып тұрмын. Сопровождениесіз елді, жергілікті жерді білмей, түрік тілін білмей, жалғыз өзім шығып кеттім. Жолда біраз қызық болды. Самолеттан отырып алғашқы әсерді самолетті сезіндім. Самолеттен түскен кездегі Стамбул деген аэропортқа түстім. Үлкен аэропорт, дүние жүзі бойынша үлкендігі жағынан топ 3-ке кіреді екен. Иә, жаңа аэропорт. Иә, жаңа аэропорт. Соның ішінде біраз адастым, тілді білмеймін, баратын қалама автобусты біраз іздедім. Негізі ол жақтан сағат 9-да түскен болатын. Сағат 2-ге дейін жүрдім ішінде, 2:30-ға дейін жүрдім, шыға алмай. 4-5 сағаттай аэропорттың ішінде жүрдім. Иә, 5 сағаттай аэропорттың ішіне шығып, ақыр соңында автобусымды тауып, автовокзалыма бардым. Есенлер Отогары деген автовокзалына бардым. Ол жақта енді билет алу тоже проблема болды. Біраз аударманы пайдаланып түсіндіріп жүрдің ғой негізі? Пайдаланып, аударманы пайдаландым, түрік тілін білмеймін. Сөйтіп біраз қызықтар болды. Жалпы әсер қандай? Шынын айтсақ, бірінші келгендегі... Аэропорттан түскен кезде, мысалы, Түркияда отырсың, түріктерді көрдің. Шыны керек, бірінші келген кездегі аэропорттағы автовокзалдағы әсер жағымсыз әсер болды. Өйткені жан-жақтан таксилар қыса бастады, олар алдай бастады. Шетелдік екенін бірден таныды ғой сыртында. Иә, 20-30 минуттық жерге, мысалы, 20 мың теңгелік таксилар ұсына бастады деген сияқты. Сол жерде автовокзалда отырған кезде, шынымды айтсам, қайтқым келіп кетті. Ұнамады. Басындағы әсер ұнамады. Одан кейін осы Дидим деген қалаға билет алып жол тарттым. Қазір енді Дидим ұнап жатыр ма? Табиғаты, халқы, жалпы күнде кешкісін болмаса күнде шығып ары бері жүрген кезде. Дидим негізі әдемі қала екен, маған ұнады. Шағын, курортный қалаға ұқсайды. Қасында тиіп тұрған теңізі бар, әдемі жерлері бар, тыныш қана қала. Отбасымен, жалпы айтқанда, отбасымен келіп тұратын ең бір керемет қаланың бірі екен. Онда үйленгенде болашақта отбасымен келіп тұрасың жерде. Жақсы. Келесі. Келген кезде түрік тілі 0 болып келдің. Мүлдем білмейсің. Иә. Енді қазір түрік тілін қандай? Үйреніп бастадың ба? Қиындығы бар ма? Қиын тіл ме екен? Әлде оңай тіл ма? Сөйлей аласың ба? Бір апта болды келгенің, бір аптаның ішінде былай негізі басқа тілдерді, ағылшын тілдерін алғанда былай бір аптаның ішінде тез үйреніп кетпейсің. Негізі былай қарағанда бұл түрік тілі біздің қазақ тілге қатты ұқсас. Дұрыс. Қиын емес жалпы. Тез үйреніп жатырмын. Қазір мысалы кафелерге барып, өзім заказ бере аламын, базарларға барып, мысалы киімді өзім сатып аламын. Саудаласып, жалпы қиын тіл емес. Бір аптаның ішінде шамамен базалық уже сөздерді, сөйлемдерді меңгеріп алдың. Яғни өте жақсы жетістік деп ойлаймын. Бір аптада өзің шығып, еркін қаланы аралап, саудаңды жасап, тамағыңды сұрап, іше беру деген ол меніңше өте жақсы дәреже. Жетістік, өте жақсы жетістік деп ойлаймын. Жақсы, онда түрік тілін шамамен өзіңнің планыңда, жобаңда қанша уақытта толық біліп, еркін жетіп дәрежеде сөйлей алам деп ойлайсың? Менің ойымша толық еркін
ары кетсе 1-2 ай жетеді. 1-2 айда кәдімгі еркін қорықпай, қысылмай сөйлеп, кітапты да оқи беретін боласың, сериал басқаның бәрін меңгеріп. Жақсы, түсінікті. Рахмет, Бексұлтан. Алдағы уақытта онда тағы сұхбат жасаймыз деген ойдамын, YouTube канал үшін. Өзіңнен ол кезде уже түрік тілін басқаның бәрін жетіп, меңгеріп, біліп отқан кезде тағы бір ерекше сұхбат болады деген ойдамын. Рахмет, қош келдің тағы да. Сәттілік. Жақсы достар, видеомызды тамашалағандарыңызға рахмет. Келесіде тағы басқа да қызықты ақпараттар, видеолармен бөлісетін боламын. Бізбен бірге болыңыздар, жазылыңыздар, лайк басып жүріңіздер. Гүле-гүле.